Одан кейін тағы да тур компаниялар мән беретін гид екен деп, тілі біледі екен деп барлығын ала беруге болмайды. Сәләфиттерде қазір түрлі тур компанияларда қаптап кеткен, яғни гид болып жүр да. Қазір енді тур компания көбейген сайын гидтер де көп. Мен мынандай бір гидті естідім, адамдардан ақша жинап алады. Яғни сенің әкеңнің яки болмаса анаңның атынан умра жаса, умра жасаудың сауабы ол өте үлкен деген секілді. Өзің келе алмайсың, маған қаражатын берсең, мен солардың атынан умра жасап, сауабын соған бағыштаймын деп, әр адамнан мысалы үшін 100 мыңнан 200 мыңнан осылай жинап алады да. Соңында келгенде барлығына бір умра жасап, соның сауабын барлығына бағыштай салады. Осындай сұрқия істерге баратын гидтер Алладан қорқу керек. Гид екен деп, тілі біледі екен деп барлығын ала беруге болмайды. Сәләфиттерде қазір түрлі тур компанияларда қаптап кеткен, яғни гид болып жүр да. Ханафи мазхабын пысқырмай, жаңағыдай бізде енді қажылықта, умрада өзінің орындалатын рәсімдері бар ғой енді. Ханафи мазхабы бойынша орындалатын рәсімдері бар деген секілді. Осы Ханафи мазхабы бойынша орындалатын рәсімдерді сетке ысырып, Шафи яки болмаса Хамбали деген секілді мазхабтармен, енді біз ол мазхабтары дұрыс емес деп айтпаймыз, ол мазхабтары дұрыс, төрт мазхабтан мойындалған. Бірақ біз Ханафи мазхабын ұстанатын болғандықтан рәсімдердің барлығы Ханафи мазхабы бойынша орындалу керек. Олар келетін шашыңды алмақ қойсаң да болады, шашың ұшын қысқартып қойсаң да болады деген секілді сондай бір іс-әрекеттер жасап жатады да. Бұл өте үлкен өрескел қателік. Тур компанияларға айтарымыз, ол ләжі барынша діни білім бар адамды гид қызметке алу керек.